Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы халық күйі тепең көк. Бүгін біз сабақ барысында тепең көк күйінің бірінші бөлімімен және күйде кездесетін лига белгісімен танысатын боламыз. Өздеріңізге алдын ала берілген нотадан байқаған боларсыздар, ол жерде бірнеше жерде лига белгісі кездеседі. Лига белгісі дегеніміз не? Лига белгісінде біз домбырада балалар дыбысты қақпаймыз, бірақ дыбыс естілу керек. Қазір күйді орындау барысында мен сіздерге көрсетемін, ол қалай естілу керектігін. Мұқият қарап отырыңыздар. Күйдің бірінші бөлімі 0-2 пернесінде бірінші саусақпен басамыз, үстіңгі ішегі ашық болады, Жәреде 2 төмен 1 жоғары қағыспен басталады. Алдан кейін мұқият болыңыздар. Мен дыбысты қаққан жоқпын, бірақ дыбыс естілді, Дыбыс қалай естілді? Бірінші саусақпен ілу арқылы естілді, Тағы мұқият қарап отырыңыздар. Бұл лига екен, балалар? Ары қарай 7-де 7 пернесінде жалғасады күй. 10, 9, 9, 5, 7, 7, 7. Тағы да лига белгісі бар, Дәл осы ойын қайталанады. 7, 7, 10, 9, 9, 5, 7, 7, 7. Тағы да соңында лига белгісі естіледі. Ары қарай. Бөлек ойналады. 0-2, 3, 2 қағыстан 5, 5. Осы жерде тоқтаймыз да, ары қарай келесі 4 қағысты бір-бірімен байланыстыра үзбей аламыз. Қалай? Соңында тағы да лига белгісі кездеседі. Ал кәнекей, енді осы бірінші бөлімді мен сіздерге толық орындап беремін. Қарап отырыңыздар мұқият. Күйдің бірінші бөлімі осымен аяқталады. Егер де орындаған болсаңыздар, міндетті түрде маған жіберіңіздер.